Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmetli vatandaşlar, hurmetli bауырлар. Allah Taala'ga hamd sanalar bolsun, Peygamber Muhammed'e Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın selamı ve salavatlar olsun. Kurban ayet barşalarımıza mübarek bolsun, kutlu bolsun inşallah. Kança Kurban ayettan bir gün aldın. Mınау Arapa günü kançama bауырларımız dua жасады el üçün, jer üçün. Allah Taala sol bауырларımız қажылыққа сапарына кеткен. Allah Taala қажылықтарын kabul etsin. Allah Taala dualarını kabul etsin. El üçün, din üçün жасап жатқан dualar kabul etsin. Allah Taala қажылыққа бармаған бауырларымыз Allah Taala қажылықта ені жылықта қаласын нәсіп етсін баршаларымызға иншалла. Жалпы құрбан айт жақындау деген мағынаны білдіреді. Аллаға жақындайды сол. Яғни шариғатта мағынасы белгілі күні құрбандық шалып құлшылық жасауымыз. Құрбандық жалпы мұсылманның мейрамы. Жалпы мұсылмандарда екі мейрам бар. Бірінші ораза айт, екінші құрбан айт. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бұл уақыт Медине қаласында екі айтты. Құрбан айты менен ораза айты. Міне сол кезден бастап мұсылмандар үшін осы екі мереке атаулы өтеді мұсылмандар үшін. Міне Құдай қаласа біз де атап өтейін деп жатырмын иншалла. Ораза айт намазын оқығаннан кейін иншалла мынау ниет етіп жатқан құрбандық шалайын деп жатқан бауырларымыз Аллах Таала ол кісілердің де құрбандықтарын қабыл етсін. Яғни сол құрбандық шалу арқылы Аллаға жақындай түседі. Өйткені Аллах Тааланы сұрайды. Аллах Тааланы біліп те білмей ашықтан істеген күнәларымызды кешір. Аллах Таала елімізге, жерімізге, отбасымызға амандық тілейді. Аллах Таала жасайын деп жатқан құлшылықтарымызды Алла қабыл етсін дейміз. Яғни құрбан айт ол үлкен мұсылмандар үшін үлкен мейрам. Бұл күндері мұсылмандар бір-бірін осы мейраммен құттықтап жатады. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде Хаж сүресінің 32-ші аятында кім Алланың белгілерін ұлықтаса, шындығында ол жүректің тақуалығына. Яғни бұл мейрамдауменен яғламыз жүректегі тақуалығымыздың деңгейін білеміз. Өйткені жүректің тақуалығынан деп жатыр. Өйткені бұл күндерде біз ерекше өткізуіміз керек. Біз үшін үлкен мейрам той қылып өткізуіміз керек, құрметті жамағат. Өйткені бұл құрбандық, білесіз, бұның тарихы Адам алейхиссалам екі ұлынан бері келе жатқан. Және Ибрахим алейхиссалам менен және Исмаил алейхиссалам бала менен әкенің ортасындағы біз тарихта жақсы білеміз. Оны әр жылы, әр құрбан айт намазында уағыздарымызды айтамыз. Бірақ бұны жаңарту арқылы тағы да осы Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам ортасында болған. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламға ұл беріп үлкен уақытысында Ибрахим алейхиссалам бұған қуанған. Бірақ кезінде Ибрахим алейхиссалам Аллах Таала маған ұл беретін болсаң, құрбандыққа шалып жіберемін деген сөзді айтты. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламға осындай үлкен сынақ берді. Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламға түстеріне бір 2-3 мәрте кіруменен Ибрахим алейхиссалам білді, бұл Алладан келген уахи екен. Яғни баласына, балам, сені құрбандыққа шалуға бұйырды. Не дейсің дегенде Ибрахим Исмаил алейхиссалам әке, мен Алланың әмірін орындаңыз.
мен сабыр етушілерден боламын деп баласы мақұлдады. Ислам ғұламалары жалпы бұл жердегі мәселе бала менен әкенің ортасындағы тәрбиені айтады. Әкесі баласына қалай сөйледі және баласы қалай жауап берді. Бұл ғибратты оқиғадан біз үлкен ғибрат алуымыз керек. Бұл жерде білесіздер, Ибрахим алейхиссалам баласын құрбандыққа шалған кезде де Исмайылды пышақ өтпеген. Аллах Тағала көктен қошқар түсіріп, сол күннен бастап бізге құрбандық шалу уәжіп болды. Енді яғни құрбандық шалу уәжіп болды. Кімге уәжіп? Жағдайы бар адамға. Нисап мөлшеріне жеткен 85 грамм алтын немесе 85 грамм алтын қаражаты болған адамға құрбандық шалу уәжіп болады екен. Ал енді басқа ерікпен, өз ерікмен сойған адамға жағдайы осы нисап мөлшеріне жетпеген сойған адамда ол жаңағыда мұстақап амал болады екен. Біз тарихтан білеміз, Ибрахим алейхиссалам баласыменен әкесінің ортасындағы сондай бір мейірімділік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп біздерге осы туралы көп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде өзі құрбандық шалған. Бұл құрбандық шалу, құрметті жамағат, құрметті бауырлар, құрбандық шалу нәпсіні де тазартады дейді. Өйткені Тәубе сүресінде нәпсін де тазартады. Өйткені адам баласы осы дүние шыға құрбандық шалу менен де Аллах Тағала осы бір өзінің нәпсін тазартып, яғни адамды тазарту, адам баласында дүниеге деген қызығушылық болу, құлшылықты естен шығарып қою, әртүрлі күнәлардан арылдырады екен. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Тәубе сүресінің 103 аятында олардың дүние мүлкінен зекет садақа ал, сол арқылы тазарып күнәларынан арыл деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Яғни осы құрбан шалумен, садақа берумен адам баласы нәпсі де тазарады екен. Ол үшін де Аллах Тағала біздің мынау дүниемізге немесе құрбандық шалып атқанымызға мұқтаж емес, керісінше біз мұқтажбыз. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Ихлас сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим Құл хуаллаху ахад. Алла жалғыз деп. Аллаху самад. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес, керісінше біз мұқтажбыз. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде Хаж сүресінің 37 аятында айтады: Аллаға құрбанның еті де, еттері де, қаны да әсте жетпейді, бірақ сендердің тақуалықтарың жетеді. Яғни сол құрбандық шалу арқылы біз тақуалығымызды арттырады екенбіз. Яғни осы құлшылық жасауменен біз қоғамға үлкен пайдасы тиетіндей іс-әрекет жасаймыз. Өйткені тақуалық деген нәрсе қоғамды түзететін нәрсе, бір-бірімізге деген мейірімділікті арттыратын нәрсе. Аллах Тағала әрбір нәрсені фарыз етіліп, уәжіп етілетін болса, ол пенде үшін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбеті үшін үлкен бір жақсылық. Құлшылықтың өзі, намаздың өзі, Аллах Тағала Құранда айтады ғой: «Инна аътойнакал каусар фасолли лираббика, инна шаниахул абтар». Аллах Тағала Құран Кәрімде 2-ші аятында не дейді? Намаз оқы, құрбандық шал дейді. Біз намаз оқу арқылы не істейміз? Күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан қайтарады. Және құрбандық шалып отырмыз, екінші жалғасында құрбандық шал деп жатыр. Құрбандық шалуменен не істейміз? Біздің өзіміздің нәпсімізді тазартады екенбіз, құрметті жақсылар. Аллах Тағала біздерге үлкен мейрам. Бұл алдағы жоғарыдағы Құранда айтқандай белгіленген. Кім Алланың белгілерін ұлықтаса, яғни бұл мерекені керісінше үлкен бір деңгейде өткізуіміз керек. Өйткені бұл мейрамды намаз оқып болғаннан кейін осы қоғамда болып жатқан мәселелер. Мысалы, ата-ана мен баланың ортасындағы мейірімді арттыру керек. Бала өзінің ата-анасына қолынан келгенше сыйлығын апарып, сондай құрбан айтпен құттықтап,
яғни бауыр өзінің туған туысқандарына зиярат жасап, ол жерде көңілін сұрап, енді әртүрлі жағдай болады, келіс болады, осы құрбан айтты пайдаланып, сондай бір жаман іс-әрекеттер жасағанбыз, бір-бірімізден кешірім сұрап, сондай істерді істеуіміз керек екен. Айта берсек көп, құрбан айт келген кезде бір жылда бір келеді. Осы күндерді жақсы пайдаланып қалуымыз керек. Енді құрбандықтың, шалудың, мысалы, көп жерде құрбан енді иман болғаннан кейін сұрақта келіп жатады. Қандай малды құрбандыққа шалсақ болады деген. Яғни, біз мазхаб бойынша 6 айлық қозы болса, ол бір жылдық қойға ұқсайтындай болатын болса, құрбандыққа жарайды. Яғни құрбандыққа шалудың да қойдың өзіншелік бір ерекше болу керек. Өйткені Алла үшін сойылып жатқан құрбандық, әрбір малдардың оның дені сау болу керек. Ол бүтін болу керек. Ол Алла үшін жасалып жатқан құрбандық болғаннан кейін әдемісі, ішіндегі жақсысы болу керек. Өйткені біз осы жасау арқылы тақуалықтарымызды көтереміз деп жатырмыз. Құдай қаласа, осы бір биыл Алланың қалауымен орталық мешітімізде халқымыздың ынтымағы, бірлігі болсын деген мақсатта үлкен бір іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Мешіт бұл тек құлшылықпен шектелмейді, құрметті жамағат. Құрметті бауырлар, бұл мешіттің жанында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздердің хадисі бар ғой. Мықты мұсылман, әлсіз мұсылман артығырақ деген. Яғни біздің мықты болуымыз мешіттің жанында осы құрбан айтқа байланысты үлкен бір шара болайын деп жатыр. Құдай қаласа, иншалла, сол бір шарамыз осы елдің ынтымағы, бірлігі болсын деген мақсатта бір болайық. Өйткені исламда тыныштықпенен ауызбіршіліктің орны ерекше. Аллах Тағала осындай нығметтерді берген, иншалла. Оны біз шүкіршілік етуіміз керек, иншалла. Осы құрбан айтты пайдаланып, болмағанда ұзақта жүрген мейлі ата-анамыз болсын, немесе бауырларымыз болсын, қоңырау шалып, бір-біріміздің жағдайымыздың құттықтап осындай бір жақсы істерге әрекет жасауымыз керек, құрметті бауырлар. Енді жалпы құрбан айттың пайдасын, құрбан шалудың, яғни мал шалудың біз пайдасын айттық. Өйткені тағы қайталап айтамыз, Аллах Тағала біздің тақуалығымызды күшейтеді, яғни біздің нәпсімізді тәрбиелеу үлкен септігін тигізеді екен, иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біз үшін көп дұға жасап, үмбетім дейді. Сол үмбеттен болуға. Яғни үмбет деген нәрсе бұл бойынан, бұл сөзінен емес, іс әрекетінен көрінетін нәрсе. Бұл Аллах Тағала бойымыздағы осы құрбан шалу менен бойымыздағы сараңдықтан, жамандықтан, жаман күнәл атаулардан Аллах Тағала айырылтып, Аллах Тағала тақуалыққа насip етсін, иншалла. Осы тақуалық істеуменен елімізге, жерімізге ерінбей, иншалла, қызмет жасауға насip етсін баршамызға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп дұға жасады дедік қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетім деп дұға жасаған екен. Сол дұғасында Аллах Тағала білуші ғой, Аллах Тағала білуші. Жебірейіл алейхиссалам айтқан екен, Жебірейіл үмбетімнің Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам жағдайын білші. Қолын көтер, үмбетім деп сұрап жатыр. Не жағдай дегенде, Жебірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жағдайын сұрап, сонда пайғамбарымыз қолын көтерген екен. Ай Мұхаммед, не жағдай дегенде, үмбетім деп. Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол қол көтерген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне тиісті жәннатта
бүкіл нәрсенің ол кісінің күнәсін кеш жәннатқа кіргізген ақиқат білеміз біз. Бірақ үмбетім ла илаха илlallah Мұхаммад Расулullah деген үмбетім жәннатқа кірмейінше мен разы болмаймын деген екен. Құрметті бауырлар, сол үмбет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті болғалы баршаны нәсіп етсін. Абай атамызда білесіздер, біз жалпы Алланы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы күндерді пайдаланып, Аллаға деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүйіспеншілігін жоғарылатып алуымыз керек. Өйткені Абай атамыз да айтады ғой, махаббатпен жаратты адамзатты, сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті. Өйткені Алланы, оның пайғамбарын біз бүкіл нәрседен жақсы көруіміз керек. Мына белгіленген ертеңгі құрбан айтты өзінің деңгейіндей, шариғаттың деңгейіндей үлкен бір мейрамға өткізуіміз керек. Біз бұл күндер намаз, құрбан айт намазынан кейін біз бірден бейіттерді, қабірлерді барып зиярат жасау емес, керісінше осы күндерді пайдаланып, туған туысқандарымызға, бауырларымызға барып, жағдайын сұрап, енді қол тіршілік бітпейді, бірақ осы күндерді пайдаланып, бір-біріміздің жағдайымызды, бір-біріміздің қиналып жатсақ жәрдем беруге, яғни сөз жәрдемде де болады адам баласына. Адам не дейді? Бір атым, қазақта сөз бар ғой, адамның бір көңілі бір атым насыбайдан қалады дейді. Адам көңіл нәзік болады. Өйткені бір адамның көңілін бұзу, ол қағбаны бұзғандан жаман дейді шариғатта. Сол үшін де егер де біреуге қатты сөз сөйлеп қойсақ, біреудің көңілін ренжітіп қойсақ, иншалла сол бір кісінің барып жағдайын сұрап, кешірім сұрап, өйткені кешірімнің сыйы ол жәннат. Енді адам біреу кешірім сұрады, мен одан кіші болып қалдым, мен одан қорқып қалдым деген түсінік болмау керек. Өйткені кешірімнің осы құрбан айт күндері пайдаланып, кешірім сұрап, кешірімнің сыйы ол жәннат деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісінің, мешітке бір кісінің кіріп келгенін көріп, ана пәленшенің жәннаты екен деп осылай 3 мәрте қайталайды. Енді сахабалар, алдындағы сахабалар айтады ғой, не амал жасады ол? Қандай амал екен? Біздің амалымыздан жоғары ма екен? Көрейікші деп үйіне барып, жасап жатқан қандай амал екен деп, сол үй, сол жәннате болған кісінің 3 күн бір сахаба болып, қонақ болып, оның жасаған амалдарын көрді, бірақ ешқандай бір артық амал жасап жүрген жоқ. Күнделікті 5 уақыт намазы, сол оқып жүрген Құраны. Пәленше жәннатқа кіруіңе қандай себеп болды деген кезде ешқандай амалым жоқ. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір айтқан сөзі бар еді, сен кешіре аласың деген екен. Ол кісі түнде жатқан кезінде, Аллах Тағала, мен бүкіл мұсылмандарды кешірдім, мені кешірші деп жатады екен. Жәннатқа кіруіне де не істеді? Кешірім оған себеп болды. Сол үшін де құрметті бауырлар, тағы айтамыз иншалла, осы құрбан айттарда бір-бірімізбен кешіріп, туған туысқандарымызбен қарым-қатынасымызды нықтап, енді жастар ата-анасына деген өзінің сый-сияпатын, ата-анасына деген құрметін көрсетсе, ол Аллах Тағаланың айтқанында аятына біздің тура келеді. Енді сөз соңында айтарым, Хаж сүресінің 32-ші аятында айтты, кім Алланың белгілерін ұлықтаса, шынында ол жүректің тақуалығынан дейді. Міне біздің тақуалығымыз осы құрбан айт күндері көрінеді екен, құрметті бауырлар. Иншалла, Аллах Тағала құрбан айтын құтты етсін, мүбарак қылсын. Құдай қаласа, қажылыққа кеткен бауырларымыз Аллах Тағала қажылығын қабыл етсін. Бармаған бауырларымыз Аллах Тағала баруымызға, ендігі келесі жыл баруымызға нәсіп етсін. Аллах Тағала көп жақсылығын, мол сауабын жазсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.